Елжас Ертайұлы. Баланы жазасыз тәрбиеле. 3 бөлім. Жазаның балаға тигізер зияндары мен зардаптары. Жоғарыда 2015 жылдан бері бала тәрбиесі саласын зерттеп келе жатқанымды айтқан едім. Өткен 7 жыл көлемінде 700-ден астам семинар тренингтер өткізіп, 1000-нан астам ата-анаға жеке кеңес бердім. Семинарлар мен жеке кездесулер барысында байқағаным, балада кездесетін проблемалардың көбінің түп төркіні жазалау әдісін қолдануымызда жатыр екен. Кітабымның осы бөлімінде сол жазалаудың зардабына тоқталып, әрқайсысын жеке-жеке талдап өтпекпін. Жалпы, көптеген мамандар адам мен жан-жануарлар шығу тегін бір деп есептегендіктен, жан-жануарға қолданылатын әдіс-тәсілдерді бала тәрбиесінде қолдануды ұсынатыны қыжылтады. Келіңіздер, мына бір мысалды бірге қарап көрейік. Үлкен аквариумның ортасын әйнекпен екіге бөліп, бір жағына акулаларды, ал екінші жағына акула сүйіп жейтін кішкентай балықтарды жібереді. Қарны ашқан акулалар аквариумның екінші бөлігіндегі кішкентай балықтарды көріп, оларды жеу үшін ұмтылады. Үлкен жылдамдықпен ұмтылған акулалар ортадағы әйнекке келіп соғылып, амалсыздан кері қайтады. Ары-бері жүзіп жүрген акулалар тағы да бақтарын сынамақ болып, кішкентай балықтар орналасқан бөлімге шабуыл жасайды. Ортадағы әйнекке соғылған акулалардың шабуылдары тағы да сәтсіз аяқталады. Бір апта бойы осылай шабуылдаған акулалардың беті қайтып, кішкентай балықтарға шабуыл жасауды қойыпты. Оларды сырттай бақылап жүрген зерттеуші ғалымдар аквариумды бөліп тұрған әйнекті алып тастайды. Нағыз қызық енді басталды. Кеше ғана кішкентай балықтарды жеу үшін барын салып жүрген акулалар әйнек алынып тасталғаннан кейін кішкентай балықтарға еш тиіспепті. Яғни, акулаларда кішкентай балықтарды жей алмаймыз деген түсінік қалыптасыпты. Міне, осы зерттеуге сүйенген ғалымдар ата-аналарға мынадай кеңес береді. Ата-аналар баланы тәрбиелеу барысында өзі бекіткен шектеулерінен, тыйымдарынан бас тартпауы керек. Бала қанша сұранса да жібімеуі тиіс. Бала шектеулеріңізге құлақ аспай, шекараны кесіп өтпек болған кезде, акуланың әйнектен таяқ жегені секілді, бала да жазаланып отыруы қажет. Міне, осылайша балалар да уақыт өте келе өздері қатты қалаған нәрселерінен бас тартатын болады. Материалистік көзқарасты ұстанатын ғалымдардың кеңестерін естіп жағамды ұстадым. Себебі біздің балаларымыз акулада, аюда емес қой. Акулалар мен аюларға жасалған тәжірибелерге сүйене отырып, оларды тәрбиелеуге тырысу қаншалықты ақылға қонымды. Адам ғаламдағы ең ғажайып жаратылыс емес пе? Тіпті айналамыздағы барлық жаратылыс адамға қызмет етіп жатыр десек, артық айтпаймыз. Адам ол ерекше. Оның өзіне тән жауапкершіліктері бар. Адам баласында ақыл-ес, намыс, ар-ождан, мейірімді жүрек секілді акулалар мен аюларға таныс емес көптеген сезімдер бар. Міне, осындай ерекше жаратылыс иесі өз ата-анасынан бір нәрсе сұраған кезде, ата-анасы оған жаза беру арқылы оны қалауынан бас тартуға күштеуі керек екенбіз. Бала жазадан қорыққаны үшін сол сәтте өз қалауларынан бас тартса да, олар өз күшін жоймайды. Қол жеткізе алмаған қалаулары өмір бойы оның артынан қалмайды. Орындалмаған арманға айналып, жан дүниесінде үңірейген қуыс болып қала бермек. Сонда, ата-ана баласының айтқандарын бұлжытпай орындай беруі керек пе? Өйте берсек, ол басымызға шығып, ерке болып кетпей ме?
Уақыт өте келе еркіндікке үйреніп алған бала ата-анасының жағдайын қиындатпай ма деген орынды сұрақтар туындары сөзсіз. Әрине, еркіне жіберіп қойсаңыз, ол өсе келе ата-анасының өмірін қиындатады. Баланың еркін әрекет етуіне жағдай жасап, жаза бермеу дегеніміз оны бетімен жіберіп, оның қызметшісіне айналу деген сөз емес. Шатастырып алмау керек. Біз баланың сезімдеріне еркіндік беріп, іс-әрекетін тәртіпке салуды ұсынамыз. Әсіресе 4 жасқа дейінгі балаларды орынсыз шектей бермей, олардың еркін әрекет етуіне және айналасындағы заттарды тани алуына толық мүмкіндік беру керек. Қазақта балаңды 5 жасына дейін патшаңдай күт деген сөз бар. Енді сол патшаны көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Патша үшін болмайды, тиіспе, ұстама секілді шектеулер бола ала ма? Патшаға өзінің ата-анасы ұрсып, оны ұра ала ма? Дәл сол секілді, бала да осы жас кезеңінде патша секілді еркін өсіп, өзінің сезімдерін сыртқа шығаруды үйренсе, өскен кезде жетістікке жету ықтималдығы жоғары екен. Қазақтар сан ғасырлар бұрын айтып кеткен осы бір қағидаға қазіргі ғалымдар енді ғана көз жеткізіп, оны жаңалық деп әлемге жариялап жатыр. Баланың балалығын тыйдым дегенше, даналығын тыйдым десейші. Әрине, мен балаларыңызды бетімен жіберіңіз деп отырған жоқпын. Егер бала айналасын зерттеп, үйренуді қойып, керісінше еркелікпен оларға зиян тигізе бастаса, онда оның бұл әрекетін шектеу керек. Дегенмен, шектеу міндетін анасы емес, әкесі өз мойнына алуы тиіс. Негізінде, аналар өз жаратылысына сай жұмсақ, ал әкелер тұрақты болуы қажет. Яғни, балаға болмайды деген нәрсе айтылатын жерлерде оны анасы емес, әкесі айтуы керек. Бірақ қазіргі таңда өкінішке орай бұл мәселе керісінше іске асуда. Аналарымыз шектеу қойып, қатаңдық таныту арқылы баланы өздерінен алыстатып, араларында орын алуы керек сенімді байланысқа зиянын тигізуде. Ал әкелер болса, барынша жұмсақ болу арқылы немесе баланың тәрбиесіне еш араласпай, барлық жауапкершілікті әйелінің мойнына артып қою арқылы отбасыдағы орнын жоғалтып, абыройына нұқсан келтіруде. Ғаламға ой жүгіртіп көрсеңіз, барлық нәрсе белгілі бір жаратылыс заңдылығына сай әрекет етіп жатқанын көресіз. Мысалы, күн шығыстан шығып, батыстан батады. Ал күннің батыстан шығуы ақырзаман белгілерінің бірі екенін бәріміз білеміз. Міне, осы жерде байқап отырғанымыздай, жаратылыс заңы бұзылған кезде ақырзаман орын алады екен. Дәл сол секілді отбасыда да жаратылыс заңы бұзылмауы тиіс. Әке мен ана өз жаратылыстарына сай жауапкершіліктерін мүлтіксіз орындауы қажет. Егер отбасыда бұл заңдылық бұзылып, әке мен ана жаратылыстарына қайшы әрекет ете бастаса, бұл отбасының ақыр заманы болмақ. Нақты мысал берер болсақ, түннің ортасында балаңыз балмұздақ жеймін деп шу шығарды делік. Осындай сәтте баланың орынсыз талабынан бас тартқызу үшін оған ұрысу, айғайлаудың қажеті жоқ. Тек қана байсалдылық танытып, түннің ортасында балмұздақ жеуге болмайтынын көрсетуіңіз керек. Негізінде байсалдылықты әке көрсеткені жөн. Себебі болмайды деген сөзді әкесі тарапынан естіген кезде бала сезімтал тұрғыдан азырақ әсерленеді. Қалауы орындалмаған кезде баланың жылап, үйді басына көтеруі қалыпты жағдай. Бұны педагогикада билік орнату деп атаймыз. Яғни, бала жылау арқылы әке-шешесіне айтқанын істетіп, билік орнатуға тырысуда. Егер баланың жылау себебі оның жаны жаралануынан туындамаса, онда алаңдамаңыз. Ол балаға кері әсер етпейді. Бала жылап, билік орнатуға тырысып жатқан кезде, әкесі байсалдылық танытып, қанша жыласа да қалауына қол жеткізе алмайтынын
көрсетуі керек. Әкесінің байсалдылығын аттап өте алмайтындығына көзі жеткен кезде бала билік орнатуға деген ұмтылысынан бас тартады. Әкесімен билікке таласта жеңіліске ұшырап, көңіл күйі түсіп кеткен баласын анасы жұбатуы керек. Баласына әкесінің не үшін қалауын орындамағанын түсіндіргені жөн. Қалауының орындалуына кедергі болғаны үшін әкем мені жақсы көрмейді деген ой қалыптасып қалуы мүмкін. Сондықтан негізі әкең сені қатты жақсы көреді. Тек қана түн ортасында балмұздақ жеуге болмайтыны үшін осылай айтты деп әке мен бала арасындағы байланыстың әлсіреуіне жол бермеуі тиіс. Қалауынан бас тартқызу үшін жаза берілген балалар акула секілді қалауынан бас тарта сала ма, әлде ар намысына нұқсан келіп жаны жараланған балада басқа ауытқулар байқала ма? Міне, алдағы бөлімде жазаның баланың дамуына, іс-әрекетіне, сезімдеріне әсерін талқылайтын боламыз. Тақырып: жаза баланың бір әрекетін уақытша тоқтатса да, басқа жағымсыз әрекеттер туындатады. Жаза арқылы тәрбиеленген баланың іс-әрекеттерінде ауытқулар байқалады. Яғни, ол жаза арқылы тыюға тырысқан әрекетіңізден уақытша бас тартқанымен соған қарсы реакция ретінде басқа жағымсыз әрекеттерге бағытталады. Бұл өте қалыпты жағдай. Өйткені ол адам болғандықтан жаза арқылы өзінің ар-намысын аяққа таптайтын әрекеттерге өз қарсылығын көрсетеді. Егер жазалау арқылы оның ар-намысын, ұялу сезімін жойып тастасақ, онда ол басқа қателер жасауды бастайды. Тіпті кейде кейбір нәрселердің дұрыс еместігін біліп тұрып, әдейі істеуі де мүмкін. Демек, жаза сәттік шешім ғана екен. Мысал ретінде болған мынадай оқиғаны бірге қарастырайық. Мен 2 ұлдың анасымын. Тұңғыш ұлым 7 жаста, ал кішісі 4 жаста. Мен тұңғышыммен қарым-қатынаста қиналдым. Тұңғышым аулада ойнап жүрген кезде ересектерден естіген боқтық сөздерін жаттап алыпты. Кешке үйге келгенде сол сөздерді айтып, өзінше мәз болып жүр. Бастапқыда жай ғана сөзбен түсіндіруге тырысып көрдім. Болмаған соң ұрысып, ұруға көштім. Сонда да қояр емес. Елдің алдында шығып алып, боқтық сөздерді айта бастаған кезде ұялғаннан кірерге тесік таппай кететінмін. Жазалардың түр-түрін қолданып көрдім, бірақ еш нәтиже жоқ. Сонымен шарасыз күйде отырған едім, басыма керемет ой түсе кетті. Енді ұлым боқтаған кезде оны күштеп жатқызып алып, аузына ащы бұрыш жаға бастадым. Балам қанша қиналып тыпыршыса да, оған бұрыш жағудан бас тартпадым. Бұл әдісім ақырында өз жемісін берді. Ащы бұрыштан қорыққан балам боқтауды қойды. Қиын қыстау кезеңде тапқан әдісіме риза болып жүрген едім. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Бір күні үйге құрбыларым келіп, өзара шай ішіп, әңгіме дүкен құрып отырғанбыз. Бөлмесінен жүгіріп келген 4 жасар ұлым бөлменің ортасына тұра қалып, қонақтарды боқтай бастады. Әйелдер естігендеріне сене алмай аң-таң болды. Ал мен ұялғаннан кірерге тесік таппадым. Қонақтарды шығарып салған соң ашу мен балаларымның бөлмесіне бардым. Кішкентай баламның жағасынан ұстап, қонақтарды неге боқтайсың? Кім үйретті саған бұл сөздерді? Деп тергей бастадым. Жауапты естіген кезде төбемнен жай түскендей болды. Сөйтсем, үлкен ұлымның аузына ащы бұрыш жаққан сайын, оның маған деген ашуы артып, жинала беріпті. Ол ащы бұрыштан қорыққаны үшін өзі боқтауды қойғанымен, күнде кешкісін жатар алдында өзі білетін жаман сөздердің бәрін інісіне үйретіпті. Қонақ келген кезде інісіне, қане, қонақтарға барып үйренген сөздеріңді айта ғой деп жіберген екен. Міне, осылайша маған өзінің қарсылығын көрсеткен болды.
Осы оқиғадан кейін баланы жазалау арқылы тәрбиелеу мүмкін емес екеніне көзім толық жетті. Жоғарыда бірге қарастырған оқиғада баланың ұнамсыз әрекетін жаза арқылы тыюға тырыссақ, бала өзінің намысын аяқ астында таптатпау үшін басқа жағымсыз әрекеттерге бағытталғанын анық байқадық. Мысалы, қоғамда жиі кездесетін саусағын сору, тырнағын тістеу, кекештену, ұйықтағанда кіші дәретін жіберіп қою, өтірік айту, ұрлық жасау секілді әрекеттердің де басты себебі жазалау болып табылады. Баланың тәрбиесіне тікелей араласатын ата-аналар, тәрбиешілер, ұстаздарға айтарым: балаға берілген әрбір жаза басқа бір жағымсыз әрекетті туындатады. Бұл циклдің соңы жоқ. Сіз көбірек жаза берген сайын, баланың іс-әрекетіндегі ауытқулар да көбейе береді. Тақырып: жаза баланың бойындағы ұялу сезімін жояды. Ұялу сезімі адам баласының бойындағы ең маңызды сезімдердің бірі. Негізінде адамды жамандық жасаудан тыятын да осы ұялу сезімі, яғни ұяты болып табылады. Сондықтан қазақта ұялмасаң қалағаныңды істе деген ұғым қалыптасқан. Қазақ әуелден ақ баласын ұят болады деген екі ауыз сөзбен тәрбиелеп отырған. Бірақ уақыт өте келе бұл мәнін жоғалтып, орнын ұят деген жасанды ұғымға тастап кетті. Және де баланы жазалау арқылы тәрбиелеп аламын дейтін ата-аналар баласының бойындағы ұялу сезімін жою арқылы ұлтымыздың тәрбиесіне зиян келтіруде. Енді Мағжан Жұмабаев атамыздың педагогика кітабында айтылған ұялу сезімі туралы ойын бірге оқып, кейін жазалаудың ұятты қалай жоятынына тоқталайық. Егер де біз өзіміз қымбат көретін адамдарымыз мінегенде 1000 іс істесек, біздің жанымызда ұялу сезімі болады. Жер жүзінде ұялмайтын адам жоқ. Бірақ білімі, тәрбиесі, мінезіне қарай әр адамның ұялуы әртүрлі болады. Мысалы, білімсіз адам айылын жимайтын істен білімді адам ұялып өліп қалады. Жұмсақ мінезді адам ұялшақ келеді. Ұялу оңай нәрсе емес. Адамға ұялудан күшті жаза жоқ. Өлімнен ұят күшті дейді қазақ. Қазақтың бұрынғы күнде нашар іс істеген адамдарға істеген жазаларының көбі ұялту болған. Мысалы, қазақтар әйелді қара өгізге теріс мінгізіп, бетіне күйе жағып, үстіне құрым жауып, ауылды айналдырады екен. Әрбір елдің заңында ұялтуға негізделген жаза нағыз қатты жаза деп саналады. Сондықтан тәрбиеші ұғымын балабақшадағы тәрбиешімен ғана шектеуге болмайды. Ол өте кең мағынада қолданылған. Яғни, тәрбие үрдісіне араласатын адамдардың барлығы тәрбиеші деп аталады. Автордан: баланы ұялтып жаза беруге өте сақ болу керек. Ұялту, келемеждеу, баланың жақсылыққа, жетістікке ұмтылатын барлық ынтасын жойып, өлтіріп, баланы жасық, ынжық қылады. Бала қорғаншақ, өзінің өзіне сенімі жоқ, жасқаншақ болады. Қазақ үшін ұялу сезімінің қаншалықты маңызды екенін жоғарыдағы Мағжан атамыздың кітабынан келтірілген үзіндіден де байқаған боларсыздар. Міне, жазаның ең үлкен зардабы баланың бойындағы ұялу сезімін өлтіріп тастауы. Сондықтан да баланы тәрбиелеу барысында бұған жол бермеуді үйренуіміз қажет. Әйтпесе баламыз өз қылығынан ұялмайтын ұятсыз, жамандық жасаудан арланбайтын арсыз, немесе бетін тілсе қан шықпайтын жүзсіз болып шыға келеді. Құдай оның бетін аулақ қылсын. Дегенмен, сақтансаң, сақтаймын қағидасы бойынша жазасыз тәрбие арқылы сақтануымыз қажет. Баласын жазалаушы ата-аналарға айтарым: балаңыз сізден жеген әрбір таяғы арқылы арсыз,
естіген сөзі арқылы жүзсіз болып шығады. Елдің алдында жазалаған балаларда жазаның әсері екі түрлі байқалады. Біріншісі, егер балада өзін қорғау рефлексі дамыған болса, онда ол сіздің айтып жатқандарыңызды естімеуді үйренеді. Яғни, уақыт өте келе сіздің берген жазаларыңыз балаға әсер етпейтін болады. Сіз балаңызға әсер ете алу күшінен айырыласыз. Себебі бала өзін қорғау рефлексі арқылы сіздің сөздеріңізді естімеуді, елемеуді үйренеді. Мысалы, сіз ұрсып жатқан кезде ол кешегі көрген футболын ойлап тұра береді. Екіншісі, егер балада өзін қорғау рефлексі дамыған болса, немесе ол рефлексті жойып тастаған болсақ, бала іштей жабылып, тұйық болып қалады. Барлық нәрсені үнсіз ғана өзінің ішіне жинай береді. Бұл топқа жататын балаларда әлеуметтік фобия пайда болып, елдің алдына шығудан, өз ойын еркін айтудан қорқу жиі байқалады. Сонымен қатар, ішіне жинаған нәрселері оның өзін бақытсыз сезінуіне, депрессиядан көз ашпауына себеп болады. Осы орайда менен жиі сұралатын қызық бір сұрақты сіздермен бөлісе кеткім келіп тұр. Кейде кейбір ата-аналар жекеме хабарласып, балам ұялшақ, оны қалай қойғызсам болады деп сұрайды. Мен ол кісінің сұрағына сұрақпен жауап беремін. Сонда сіз балаңыздың ұялмайтын, ұятсыз болғанын қалап тұрсыз ба? Міне, мына сұрақтан да байқағаныңыздай, біз кейде дұрыс сұрақ қоюды білмей жатамыз. Негізінде, жоғарыдағы ата-ананың сұрағысы келгені, балам жасық, өзіне сенімсіз, соны қалай түзетсем болады? Болуы керек еді. Бірақ біз ұялшақтық пен жасықтықты шатастырып, осындай қызық сұрақтар қойып жатамыз. Жалпы айтарым, балаңыздың ұялшақ болғаны, жасық болған емес, шатастырмаңыз. Жаман емес, керісінше өте жақсы. Ұялу ол балаңыздың бойындағы үлкен байлық. Асыл дінімізде ұялу иманнан деген хадис бар екенін де естеріңізге сала кеткім келеді. Жаза ар-ожданды өлтіреді. Келесі тақырып. Қазақта малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген керемет қағида бар. Бұл қағидаға сүйенер болсақ, қазақ баласы арының тазалығын барлық нәрседен жоғары қойған. Ар-ождан деген адам баласының бойындағы ең маңызды қасиеттердің бірі. Ақ пен қараны ажыратып беретін әділ әрі бейтарап сот. Өзінің функциясын толық атқаратын ар-ождан адамды ақиқатқа бастайтын жол көрсетуші десек те болады. Адам баласының өмір бойы адаспай, тура жолды табуына көмектесетін көмекші Алла тарапынан берілген сый. Өкініштісі, жазалау әдісімен тәрбиелеуге тырысу арқылы адам баласының бойындағы осы бір керемет сезімді өлтіріп аламыз. Баланы жазалаған кезде бала сезімтал тұрғыдан жараланады. Ішкі жан дүниесі астан кестең болады. Сол сәтте бала қиналмау үшін өзінің сезімдерін сезінбеуге, елемеуге тырысады. Жазаланушы бала сезімсіз болуды үйрену арқылы жанын ауыртпаудың алдын алады. Осылай тәрбиеленген балалар уақыт өте келе қатыгез бола бастайды. Олар жан түршігерлік оқиғаларға еш ойланбастан араласа алатын жағдайға келеді. Басқалардың қарауға дәті шыдамайтын көріністерге емін-еркін қарай алатын адамға айналады. Мейірімді жандардың ар-ожданын сыздататын оқиғаларға оның беті бүлк етпейтін болады. Тарих бетіне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, адамзатқа қан құстырған басшылар мен лидерлердің балалық шағының өте қиын өткенін, олардың жазадан көз ашпағанын байқаймыз. Яғни, бала күнінде берілген жазалар арқылы олардың ар-ождандарының өліп қалғанына куә боламыз. Гитлердің балалық шағы және жаза. Әрине, менің сіздермен бөліскім келгені Гитлердің жалпы өмірі емес, оның балалық шағы. Гитлердің балалық шағы өте ауыр өткен. Тіпті әкесінің таяғынан көзін ашпаған деп айтсақ та болады. Себебі оның да әкесі
біздің кейбір қазақ әкелері секілді баланы таяқтың астында ұстау керек деген пікірді ұстанатын еді. Әкесінің ашуының қатты болғаны сонша, баласын ұрып болған соң ашуы басылмай, үйде жүрген итті де аямай сабайтын еді. Таяқтан қорыққан байғұс ит кіші дәретін жіберіп қоятын. Сол кезде оны үйден қуып шығатын. Осылайша ит таяқтан аман қалатын. Жазалау әдісі баланың жақсы адам болып қалыптасуына және бақытты болуына үлес қосса, онда Гитлер әлемдегі ең жақсы және ең бақытты адам болуы керек еді. Адамдардың санасында жақсы адам болып қала алмағанына көз жеткіңіз келсе, онда айналаңыздағы адамдардан Гитлер жайында сұрап көріңіз. Ал бақытты адам бола алмағанына өмірінің соңында өзіне қол жұмсап, бұл өмірден өтуі дәлел бола алады. Бала күнінен бастап таяқтан көз ашпаған Гитлер жақсы адам бола алмады. Керісінше, адамдарға қан құстырған қатыгез адамға айналды. Міне, өз атын тарихта жағымсыз түрде қалдырған Гитлер таяқ жеу арқылы осы халге келген еді. Ешбір бала дүниеге қатыгез немесе жауыз болып келмейді. Дәл сол секілді Адольф те дүние есігін қатыгез болып ашпағаны белгілі. Оны қатыгез қылып, адамдарға деген жек көрінішін туындатып, жүрегіндегі мейірімін өлтіріп тастаған айналасындағы адамдардың, әсіресе әкесінің қатыгездігі еді. 6 миллион еврейдің өліміне себеп болған Гитлердің балалық шағында көргендері баласын жаза арқылы тәрбиелеймін деп ойлап жүрген ата-аналарды ойландыруы тиіс деп ойлаймын. Енді оның өміріне және балалық шағына қысқаша көз жүгіртейік. Қазақша Википедия мәліметтеріне сүйенер болсақ, Адольф Гитлер 1889 жылдың 20 сәуірінде қазіргі Аустрия елінің Браунау ин жерінде дүниеге келген. Әкесі кеден қызметкері Алойс Гитлер, ал анасы Клара Польцель 1903 жылы әкесі, 1907 жылы анасы дүниеден өтеді. Гитлер 1905 жылы мектепті аяқтамай тастап кетеді. Кейін ол Австрияның астанасы Вена қаласына қоныс аударады. 1913 жылы Германияның Мюнхен қаласына көшеді. Гитлер Австриядан шыққан неміс саясаткері әрі диктаторы болды. Ол 1933-1945 жылдары аралығында канцлер болып билік етеді. Сондай-ақ 1921 жылдан бастап НСДАП партиясының басшысы және нацистік Германияның көсемі болып тағайындалады. Канцлер болып тұрған шағында өзін неміс рейхінің ең жоғарғы қолбасшысы, лидері деп санады. Өзі дүниеге келген қаласында өмірінің 3 жылын ғана өткізсе де, бұл 3 жыл оның алдағы өміріне ерекше әсер етті. Себебі осы қалада оның ең қараңғы күндері өтті. Әсерленгені соншалық ол туған ауылына Қара қала деген лақап ат қойды. Гитлердің әкесі баланы жазалау әдісі арқылы тәрбиелеуге болатындығына сондай қатты сенгендіктен, баласының әрбір әрекетін жаза арқылы түзетіп отыруға тырысты. Аяусыз жазалау арқылы баласын өзіне бағынышты қыламын деп ойлады. Әрине, оның әке-шешесі бұның бәрін Гитлердің жақсылығы үшін жасап жатқандығына имандай сенген болатын. Міне, осы таяқтың күшімен тәрбиеленген үйде қазір жазықсыз адамдардың табыты толып тұр. Сол күндерге деген жек көрініші оның үйі мен қаласына деген көзқарасын осылай қалыптастырды. Гитлердің әкесінің осындай қатыгез болуының да өз себебі бар еді. Әкесі Алойс Гитлер дүниеге көзін ашқан күні оның маңдайына анасынан некесіз туған деген қара дақ жабыстырылған еді.
Өкінішке қарай, қазіргі таңда бұндай жағдайларға біздің бойымыз үйреніп бара жатса да, ол күндері бұл үлкен ұят еді. Айналасындағы адамдар оны Алойстың бетіне басушы еді. Ол 39 жасына дейін анасының тегінде болып, тек содан кейін ғана өгей әкесінің тегі Гитлерді қолдана бастады. Міне, Алойс Гитлердің басынан өткен оқиға мен айналасындағылардың мейірімсіздігі оның қатыгез болуына себеп болды. Кітабымыздың алдағы бөлімдерінде айтылған жазаланған бала жазалауды үйренеді демекші, ол да осылай баласын және айналасындағыларды жазалай бастап еді. Бала күнінен бастап таяқ жеген Адольф кішкентайынан үнсіз жылауды және жанының ауырғанын сезбеуді үйренген еді. Өйткені үйде жылауға тыйым салынған болатын. Жылағанын көрсе одан әрі таяқ жейтінін білгендіктен ол іштей жылауды үйренді. Өз сезіміне қысым жасап, сыртқа еркін шығара алмағандықтан Адольф сезіну қабілетінен айырылып, жүрегі қатая берді. Гитлердің өмір баянын жазған Джон Толландтың айтуы бойынша, Гитлер бір күні әкесінен өш алуды ойлайды. Не істеді деп ойлайсыз? Қалай өш алған болуы мүмкін? Көзіңізді жұмып, сәл ойланып көріңізші. Негізі, Гитлер әкесі ұрған кезде жыламау арқылы одан өш алуды жоспарлайды. Арқасына тиген таяқты санау арқылы соққыны сезінбеуге тырысты. Гитлердің бұл әрекеті әкесін одан әрі жындандырды. Ашуға булыққан әке оны одан әрі сабай бастады. Әкесі қанша ұрса да Гитлерді жылата алмады. Осылайша, арқасына тиген соққыны сезбеумен қатар жүрегін де қатайтып, айналасындағыларға деген аяушылық сезімін де өлтірген еді. Міне, осындай тәрбиенің кесірінен Адольф Гитлер адамдардың көз жасынан қорықпайтын, оларға жаны ашымайтын өлім машинасына айналған еді. Қайталап айтамын, егер жазалау мен қысым көрсету арқылы адамды тәрбиелеу үрдісі іске асса, Гитлер әлемдегі ең сүйкімді адамға айналуы керек еді. Бірақ оны сүйкімді әрі сүйікті адам деп айту өте қиын. Жай ғана ойлап көріңізші, сіз Гитлерді жақсы көресіз бе? Тақырып: жаза мен тәрбиелеу баланы ынжық қылады. Жазалану арқылы қысыммен өскен балаларда жиі байқалатын нәрсе олардың жасық әрі ынжық болуы. Себебі жазалау дегеніміз ол күш көрсету болып табылады. Яғни, жазалаушы жақ күшті, ал жазаланушы жақ әлсіз, күшсіз болып есептеледі. Дегенмен, адамның жаратылысында басқа біреудің күш көрсетуіне дереу көне салу деген нәрсе жоқ. Адам баласының ар-намысы оған жол бермейді. Ешбір адам өзін әлсіз сезінуге итермелейтін бұндай әрекетті құптамайды. Тек қана күші жетпейтіндігіне толық көзі жеткен кезде ғана амалсыздан бас иіп, оның айтқанына көнеді. Міне, дәл осылай бала да өзінен үлкен адамдардың алдында өзін шарасыз сезінгендіктен амалсыздан бас иеді. Бас имей қарсылық танытайын десе, одан да қатты жазаланудан қорыққандықтан адамның намысын таптау болып есептелетін жазаға көнеді. Уақыт өте келе өзінен күштілерге бас ию әрекеті балада жастықтық пен ынжықтықты туындатады. Негізінде біз баламызды жазалау арқылы оны күшке бас иетін бағынышты қылып өсіріп жатқанымызды ұмытпағанымыз жөн. Кішкентайында ата-анасының күшіне бас иіп, оларға бағынуға бейімделген бала өсе келе кез келген күштің алдында бас иетін халге келеді. Мысалы, сыныбындағы күш көрсетіп, зорлық-зомбылық жасайтын балалардың құрбанына айналады. Ертең басшы айғайлап, аузына келгенін айтып жатса да, өзінің намысын қорғай алмайтын болады. Құрметті ата-ана, сіз балаңызды жазалау арқылы оны жасық, ынжық қылумен қатар
өзін күштімін деп есептейтін басқа адамдарға құрбан қылып жатырсыз. Күшті байқаған кезде құрдай жорғалайтын әлсіз, жағымпаз адамды өсірудесіз. Ойланыңыз. Тақырып: жазалау агрессия туындатады. Ашуды көбіміз ұната бермесек те, бұл біздің бойымызда бар нәрсе екені жасырын емес. Біз ашуды ұнатпағандықтан оны жойып тастағымыз келеді. Біздің ойымызша, бала ашуланбауы керек, ашуланған балада проблема бар деп ойлаймыз. Мысалы, бізде мынадай пікір қалыптасқан: бесіктен белі шықпай жатып ашулануын қарашы, немесе кіп-кішкентай болып ашулануын қарашы. Енді ойлап көрейікші, шынымен де ашу керексіз сезім бе? Мысалы, баланың ашуын жойып тастасақ деп ойлап көрейік. Онда не болатынын білесіз бе? Қарастырып көрейік. Бірінші, Құдай оның бетін аулақ қылсын, егер елге жау шауып, жеріміз бен мал-мүлкіміз талан-таражға түсіп жатса да, ашуланбай, намыстанбай отыра береді. Алла алса, ала берсін, маған тиіспесе болды ғой деп жай бірақат қарап тұра бермек. Екінші, өзінің анасына, әке қарындастарына, әйеліне, қыздарына біреулер жаман оймен жақындаса да еш ашуланбайтын болады. Үшінші, өзіне біреу зиян тигізіп жатса да оған қарсы реакция көрсете алмайды. Төртінші, өзінің мал-мүлкіне біреулер тиісіп жатса да ашуланбайтын болады. Яғни, ашулана алу қабілеті жойылған бала өсе келе өзін және айналасындағыларды қорғай алмайтын болады. Демек, ашу жай ғана беріле салған жоқ. Оның өз міндеті, өз функциясы бар. Бізге ашу отанымызды, отбасымызды, өзімізді және мал-мүлкімізді қорғау үшін берілген. Ата-ана ретінде біздің міндетіміз ашуды жою емес, керісінше ашуды басқаруды, оны орнымен игеруді және дұрыс бағытта пайдалануды үйрету болып табылады. Біз мүлдем ашуланбайтын бала емес, ашуын басқара алатын бала тәрбиелеуіміз керек. Дегенмен, ашуды басқарып, оны дұрыс жолда пайдаланбаса, зияны да өте көп. Оның зияны тек ашуланушы адамға емес, айналасындағыларға да тиеді. Яғни, айналасындағы адамдарға зұлымдық жасап, оларға қан құстыруы мүмкін. Ашуын басқара алмайтын ата-ананың баласы болу, немесе ашушаң бастықтың қол астында жұмыс істеу өте ауыр. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап балаға ашуды басқаруды үйретуіміз керек. Үйретудің бірден бір жолы оны өз бойымызда көрсету арқылы үлгі болу болып табылады. Ал жазалау әдісі біздің ашуын басқара алатын бала тәрбиелеуімізге кедергі келтіреді. Балалық шағында көп жазаланған баланың ашуы ішінде жинала береді. Яғни, өзін жазалаушы күшке қарсы шыға алмай, сезімдерін көрсете алмағандықтан, ол жұдырығын қатты жұмып, тістеніп, немесе тағы да басқа әрекеттер арқылы іштегі ашуын басуға тырысады. Күшпен басып, ұстаған ашуы ерте ме, кеш пе қысымға шыдамай сыртқа атылып шығатын болады. Баланы жазалау дәл осылай жалғаса берсе, ол ішіне жиналып қалған ашуды басқа жерде басқаларға көрсете бастайды. Нақтырақ айтқанда, әке-шешесінен таяқ жеп, ашу ішіне жиналған бала өзінің ашуын кішкентай бауырларына немесе сырттағы достарына көрсететін болады. Оларға айғайлап, ұрсып, соғып, ары-бері итеріп агрессия танытады. Жалпы айтқанда, ата-ананың балаға көрсеткен агрессия туындатады. Және ең қауіптісі, кішкентай кезде тұтатылған ашу оты жеткіншек жасқа келген кезінде лаулап жана бастайды. Кішкентай кезінде балаңызды қысыммен басқара алсаңыз да, өтпелі кезең жасына келіп жеткіншектер қатарына қосылған кезде лаулап жанған ашу отын сөндіре алмай әуре боласыз. Көптеген мұғалімдерден қазіргі балалардың кішкентай кезінен ақ өте ашушаң келетінін көп естиміз.
яғни сол ашушаң балалардың сыныптастарымен қарым-қатынасын естіген кезде жағаңызды ұстайсыз. Әрине, оларды осылай әрекет етуге итермелейтін бірнеше себеп бар. Осы саладағы тәжірибеме сүйенер болсам, жан-жағын қырып жоятын ашушаң балалардың үйінде әке-шешесі тарапынан көп жазаланатынын байқадым. Міне, баланың ашушаң болуының ең басты себебі оның үлкендер тарапынан жазалануы. Үлкендер тарапынан көп қысым көретін және орынсыз шектеулер қойыла беретін балалардың ашушаң болатынын естен шығармағанымыз жөн. Тақырып: жазалау жек көрініш тудырады. Жазалау әдісі ашушаңдықты тудыратыны секілді, баланың бойындағы жек көрініш сезімін де арттыра түседі. Бұл іште жиналып, бала айналасындағыларды жек көре бастайды. Кейде ең жақын досы, мектептегі мұғалімі немесе мемлекет басқарып отырған басшы да баланың жек көрінішінен өз үлесін алуы мүмкін. Егер осылай жалғаса беретін болса, бала болмайтын нәрсе үшін тіпті жан досын да жек көріп шыға келуі ғажап емес. Дәл осылай мектептегі мұғалім де жек көріп сабағына барғысы келмеуі мүмкін. Тіпті кейде өзін жазалап, ұрып соққан анасын ақтап алу үшін өзін өзі жек көре бастайды. Немесе жұмыстағы еш жазығы жоқ әкесіне де жек көрініші туындап жатады. Мысалы, баласына ұрысып, жазалаған ана кешке әкең жұмыстан келсін, көкеңді таныттырамын десе, онсыз да анасының жазасынан есін жинай алмаған бала кешке әкесінен алатын жазаны ойлап, одан әрі түңіліп кетеді. Тіпті кешке жейтін таяқты ойлап, әкесіне деген жек көрініші ояна бастайды. Кешке жұмыстан келген әкесі бір бұрышта қабағын шытып, суық көзбен қарап тұрған баласының жағдайын сұрап, байланыс орнатқысы келсе де, баласы жібей қоймайды. Күні бойы ойлаған ойы мен ішкі жан дүниесінің астан-кестен болуы баланың әкесімен бұрынғыдай байланыс орнатуына кедергі келтіреді. Ал ата-анасын ақтап алу үшін баланың өзін-өзі жек көре бастауы ең қиын жағдай. Өзін жек көрген адам басқа ешкімді шынайы жақсы көре алмайды. Ол адам өмірінің мәнін жоғалтып, өзіне тыныштық сыйлайтын нәрсені таба алмай әуре болады. Міне, жазалау арқылы баланың ішіне жиналып қалған жек көрініш сезімінің қай жерде кімге таяқ болып тиетінін анықтап айту өте қиын. Сондықтан да ата-аналар баланың жазалану арқылы жек көрініш сезіміне толып қалмауына ерекше көңіл бөлуі керек. Жазалау баланың екіжүзді болуға итермелейді. 7 жасқа толмаған балаларда кей деректерде 9 жас логикалық ойлау қабілеті толық қалыптаспайды. Олар 7 жасқа дейін барлық нәрсені тікелей қабылдайды. Қалжыңдап ойнағандарыңызға тез сеніп қалады. Дәл сол секілді жазаны да тікелей жеке басына берілген жаза ретінде қабылдайды. Менің істеген қылығым дұрыс емес деп ойлаудың орнына, керісінше, мен жаманмын деп қабылдайды. Бұл жастағы балалардың қиялдау қабілеті өте жоғары болғандықтан, жазаланған бала ата-анасы тарапынан жақсы көрілмегендігін және сол қалпында қабылданбағанын ойлап, өзін қадірсіз сезінеді, жаны жараланады. Сені қатты жақсы көреміз деп оны құшақтап, бетіне сүйген әке-шешесінің арадан көп уақыт өтпей жатып, ұрысуын немесе ұруын түсіне алмай қиналады. Сені қатты жақсы көреміз деген ыстық сөздерінің қалай ғана шаршадым сенен, өзің бір сөз түсінбейтін немекенсің деген сұп-суық сөздерге айналып шыға келгенін қабылдай алмай бей-жай күй кешеді. Осылайша бала кіп-кішкентай кезінен бастап екі түрлі сезімнің арасында қысылып, тығырықтан шығар жол таба алмай қиналады. Әке-шешем мені жақсы көре ме, әлде жақсы көрмей ме? Егер олар шынымен жақсы көрсе, онда қалай ғана жазалайды? Ал жазаласа, мені қалай жақсы көреді деген ой балаға маза бермейді.
Сонымен қатар бала өз әрекетінің дұрыс емес екенін ар-ожданында әлі толық сезіне алмаған болса және тек қана жазадан қорыққаны үшін өзі қатты қалап ұнатып тұрған істен бас тартқан болса, бұл сезім баладағы екіжүзділіктің алғашқы белгісі болып есептеледі. Яғни бала өзі іштей қалап тұрған нәрсесінен қорыққаны үшін ғана бас тартып отыр. Баланың ішкі сезімі мен іс-әрекетінде қарама-қайшылық туындайды. Осылайша баланың екінші жүзі пайда болады. Пайда болған екінші жүз арқылы бала өзі іштей қалап тұрған және дұрыс емес екеніне сенбейтін немесе әлі ар-ожданымен қабылдап сезіне алмаған әрекетін аңсайды, істегісі келіп тұрады. Дегенмен де жазадан қорыққаны үшін өзі қалап тұрған нәрсесін ауызша жаман немесе дұрыс емес деп жамандайды, оны ұнатпайтындығын айтады. Осылайша жазаланушы бала ақырын маска тағып екіжүзді адамға айналып шыға келеді. Мысалмен түсіндірер болсам, тәттіні қатты жақсы көретін баланың анасының ұрысуынан қорқып, тәтті жаман, тісіңді ауыртады деп айтуы. Ауызбен осылай деп тұрса да, іштей тәттіні қатты жегісі келіп тұрған балада уақыт өте келе екінші жүз пайда болу қаупі тұр. Тіпті ата-анасы байқамай тұрған кезде тәттіні іліп алып жасырын жеп келуі де ғажап емес. Тағы бір мысал бере кетейін. Әкесінің таяғынан қорыққаны үшін өтірік айту жаман дейтін бала мен өтірік айтудың жаман екенін ар-ожданында сезініп, шынайы түсінген баланың жағдайын салыстырып көріңіз. Алғашқы бала қазір өтірік айту жаман дегенмен уақыт өте келе өтірікті оқша борататын болады. Ал екінші бала өтіріктің жаман екенін шынайы сезінгендіктен оның басын шапсаңыз да өтірікке бара қоймайды. Сондықтан да жақсы болып көріну емес, шынымен жақсы болудың маңызды екенін естен шығармағаныңыз жөн. Міне, байқап отырғаныңыздай жазаның ең үлкен қаупі баланы екі жүзді адамға айналдыруы. Ал екі жүзді адамдардың қоғам үшін қандай қауіпті екені айтпасам да түсінікті болар. Асыл дінімізде екі жүзді мұнафық адамдарды Аллахқа серік қосқан кәпірлерден де қауіпті деп қарастыруы бекер емес шығар. Тақырып: жазалау өтіріктің есігін ашады. Алдыңғы бөлімде жазалау әдісі арқылы бала екі жүзді болады деген едім. Яғни айтқан сөзі мен істеген ісі бір-біріне сай келмейтін адамдар тәрбиелеп жатқанымызды ескерткен болатынмын. Ал баланың ішкі сезімдері мен сыртқы әрекеттері бір-біріне сәйкес келмеген кезде баланың өтірік айта салуы өте оңай. Балалармен жұмыс барысында байқағаным, балалардың алғашқы өтірігі мен алған алғашқы жазасының уақыты бір уақытқа сәйкес келеді екен. Яғни бала жаза ала бастаған күннен бастап өтірік айтуды да әдетке айналдырады. Жалпы айтқанда, баланың өтірік айтуының басты себебі қысым. Сіз баланы тергеп, оның айыбын мойындатуға тырысып, дәлелдеу үшін барыңызды салу арқылы оны өтірік айтуға мәжбүрлейсіз. Сіздің ұрысып ұруыңыздан немесе махаббатыңыздан айырылып қалудан қорыққан бала тығырықтан шығудың жолы ретінде өтірікті таңдайды. Негізінде бұл тек балаға тән құбылыс емес. Кез келген ересек адамның өзі қысымға ұшыраған кезде өтірік айтуға бейім тұрады. Мысалы, шектен тыс қызғаншақ әйелі сенімсіздік танытып, сұрақты оқша боратқан кезде күйеуі тығырықтан шығудың жолы ретінде өтірік айтуды таңдап жатады. Сондықтан да балаңыз өтірік айта бастағанын байқасаңыз, өзіңіздің балаңызбен қарым-қатынасыңызға көз жүгіртіп талдау жасаңыз. Егер қысым жасап, жазалау әдісін қолданып жүрген болсаңыз, онда дереу тоқтатыңыз. Егер жазалауды тоқтатпай, керісінше оның өтірігін қысыммен басып, жазалау арқылы тоқтатамын деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Сіздің қысымыңыз бен жазалауыңыз баланың өтірігін тоқтатпайды, қайта
үдете түседі. Уақыт өте келе балаңыз кәсіби өтірікшіге айналып шыға келеді. Себебі өтірігі шығып қалған бала ол жағдайдан шығу үшін алдыңғысынан да күштірек өтірік айтуы тиіс. Осылайша оның өтірік айту қабілеті дами береді. Өсе келе ойланып толғанбай-ақ өтірікті оқша борататын болады. Ата-ана мен баланың арасындағы бұл жағдайды шеңберге ұқсатсақ болады. Өтірік айтқан үшін берілген жаза келесі өтірікті туындатады. Ал айтылған әрбір өтірік келесі жазаға итермелейді. Осылайша шеңбердің бойында цикл жалғаса береді. Бала жаңа әрі сапалы өтіріктерді ойлап тауып, қабілетін дамытса, ата-ана балаға беруге болатын ауыр жаза іздеп әлек болады. Бұл қарым-қатынас бала мен ата-ананы бір-бірімен алыстатып, арадағы рухани байланысты зақымдайды. Мысалы, мына бір жағдайды талдап көрейік. Балаңыз ашық мінезді, басқалармен әңгіме-дүкен құрғанды ерекше ұнатады делік. Сондықтан да бала сабақтан шыққан соң достарымен әңгімелесіп жүріп үйге кеш қайтады. Егер ол үйге кеш қайтқан үшін ұрыс естіп таяқ жейтін болса, келесі жолы үйге келе жатқанда өтірік сылтау ойлап табады. Мысалы, кешігуінің себебін сұраған анасына сабағының кеш біткенін, мұғалімі алып қалғанын айтуы ғажап емес. Әрине, қазіргі ата-аналар ерекше ақылды болғандықтан баласының сөзіне бірден сене алмайды. Ақырын ғана телефонын қолына алып, мұғаліміне WhatsApp арқылы жазады. Баласын неліктен алып қалғанын сұрайды. Ал баланың жоспарынан бейхабар болған мұғалім: «Жоға, мен сіздің балаңызды алып қалған жоқпын, ол елдің алды болып сыныптан шығып кеткен» деп ақталады. Мұны естіген ата-ананың ашуы басына шауып, баласының бөлмесіне жүгіреді. Келе салып баласын қыспақ қалады, алдыңғысынан да ауыр жаза береді. Өтірігі шығып, ата-анасынан ауыр жаза алған бала келесі жолы алдыңғысынан да мықтырақ өтірік тауып келетін болады. Бұл цикл осылай жалғаса береді. Осындай жағдайларда баланың өтірік айтуы қалыпты жағдай деп ойлаймын. Себебі бала ата-анасының тыйым салып ашулануының негізгі себебін түсініп, оны ішкі жан дүниесімен қабылдамаса, онда ол берілген жазаны да қабылдамайды. Жаза баланың ойланып, қорытынды жасауына көмектеспейді. Керісінше, бала одан құтылудың жолын іздестіреді. Сондықтан да баламен сөйлесіп, екеуара диалог орната отырып шешудің орнына қысыммен немесе жаза арқылы шешуге тырысар болсақ, онда біз бетіңе күліп қарап, артыңнан білгенін істейтін екіжүзді өтірікші адамдарды тәрбиелеп шығамыз. Егер балаңыз өсе келе кәсіби өтірікші болсын демесеңіз, онда жазалау әдісінен бас тартып, баламен байланыс орнатудың және оған әсер ете алудың жағымды әдіс-тәсілдерін үйреніңіз. Тақырып: жазалау баланы кінәлі сезінуге итермелейді. Жазалаудың ең үлкен зардаптарының бірі баланың өзін кінәлі сезініп өсуі. Балаға сіңген кінәлі сезіну сезімі оның өмір бойы қиналуына себеп болады. Кінәланған бала әрқашан ата-анасының алдында ақталуға тырысады. Балалық шағын осылай кінәлану мен ақталудың ортасында өткізген бала өмір бойы өзін кінәлі сезініп, әрқашан ақталуға тырысып жүреді. Яғни өзінің бойындағы күш-қуатын орынсыз жұмсайды да, әрқашан шаршап жүреді, өміріндегі маңызды нәрселерге күш-қуаты жетпей қалады. Мысалы, балалық шағында көп кінәланған кісіге бағыттап кішкентай сын пікір айтып қалсаңыз, ол кісі не қарсы шабуылға көшеді, не дереу ақтала бастайды. Мұндай адаммен отырып әңгімелесу, сырласу өте қиын. Енді жазалау арқылы баланың бойында кінәлі сезіну сезімі қалай пайда болатындығына қысқаша тоқталып өтейік. Баланың өмірінде ата-ананың алатын орны ерекше. Балалар ата-аналарын жақсы көреді және оларды өз өмірлерінің батырлары ретінде қабылдайды. Бала үшін
өз ата-аналары әлемдегі ең керемет жандар, олардың білмейтін нәрсесі жоқ және баланың көзінде ата-ана сүрінбейтін тұяқ іспеттес. Яғни бала ата-анасының іс-әрекетін талдап, талқыламай-ақ дұрыс деп қабылдайды. Енді ойлап көріңізші, ата-ана баласын жазалаған кезде бала ата-ананы кінәлай ма, әлде өзін кінәлай ма? Әсіресе логикалық ойлауы мен аналитикалық талдау жасау қабілеті толық дамып үлгермеген балалар 9-12 жасқа дейінгілер бұлай ойлайды. Егер ата-ана маған ұрысып, ұрған кезде, онда олар оны жайдан-жай жасамайды. Демек, мен өзім кінәлімін. Балада осы ойдың қалыптасуы өте қауіпті. Себебі бала өсе келе сондай балалардың ішінен дос таңдайтын болады. Осылайша баланың қылмыс әлеміне қадам жасауы әбден мүмкін. Ешбір кінәсі жоқ балаға кінәсін күшпен мойындату арқылы оны да өзін кінәлі сезінуші балалар қатарына қосамыз. Мысалы, кішкентай кезінде күдікті адам ретінде полиция бөлімшелеріне шақырылған бала ол жерден өзін азулы қылмыскер сезініп шығуы да ғажап емес. Достарының арасында бұл жағдайды ерекше статус ретінде көрсетіп, мақтаныш тұта бастайды. Осылайша, ешбір кінәсі жоқ бала қылмыс жасай алу потенциалына ие болады. Дәл осылай жазаланушы балалар да өздерін жаман бала сезініп, жамандық жасауға бейім халге келеді. 9 жасқа дейінгі балалар жазаны істеген бұзықтығына емес, жеке басына берілген жаза ретінде қабылдайды. Мен істеген әрекет жаман деп емес, керісінше мен жаманмын деп ойлайды. Өзіне жаман бала этикеткасын жабыстырып алған бала жамандық жасаудан қымсынбайтын жағдайға жетеді. Сондықтан да баласының болашағына алаңдайтын ата-аналар балаларының өздерін кінәлі сезінулеріне жол бермеуі керек. Баланы кінәлі сезінуге итермелейтін кез келген әрекеттен немесе сөзден барынша аулақ болуы тиіс. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, осымен баланы жазасыз тәрбиеле кітабының 3-ші бөлімінің жартысына келіп тоқтадық. Қалған бөлімін толығымен сәрсенбі күні аяқтайтын боламыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше. Және де каналыма тіркелуді, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер.